Сәлем достар, бүгінгі видеода біз сіздермен бірге слаймға базар жасайтын боламыз. Ол үшін бізге клей ПВА, контейнерлер, бор қышқылы, слаймды жұмсарту үшін глицерин және палочкалар мен түрлі добавкалар қажет болады. Ал енді біз слаймды жасайық. Ең алдымен біз слаймымызды жасауға клейді құйып аламыз. Содан кейін суымызды құятын боламыз. Оны көлемді және де жұмсақ болу үшін құямыз. Ой, достар, менің палочкам клейге түсіп кетті. Және де біз слаймымызды жақсылап араластырдық. Енді слаймымызды жұмсақ болу үшін глицериннің 1-2 тамшысын қосамыз. Оны көп қосып қоймаңыздар, өйткені слайм загущаться етпей қалуы мүмкін. Енді слаймымызды жақсылап араластырамыз. Сөйтіп, загуститель қосатын боламыз. Бізде ол бор қышқылы. Бор қышқылын кішкене қосып араластырып, сосын барып кішкене тағы да қосып араластырып тұрамыз. Сөйтіп барып слаймды жасайтын боламыз. Біз слаймымызға бор қышқылын қосып, біраз араластырдық. Және де қазір біз осы крышканы жауып, холодильникке 10 минутқа салатын боламыз. Достар, мінекей біз слаймымызды холодильниктен алып шықтық. Және де ол осындай болып тұр. Біз оған кішкене бор қышқылын қостық. Қазір енді оларды бір-біріне қосатын боламыз, және де бірге араластырамыз. Достар, мінекей біздің слаймымыз екеуін бір-біріне қостық, және де араластырып жатырмыз қазір. Біз оған бор қышқылын қосып араластырдық. Ол өте жабысқақ болды, және де Мерейдің қолында да міне көріп тұрсаңыз кішкене жабысып жатыр. Және де неге қоспадыңыздар десеңіздер, бізде бор қышқылы бітіп қалды. Достар, мінекей біз әрең дегенде бұны араластырдық, және де осы үлкен слайм болып шықты. Біз бұны ұзақ араластырдық, өте қатты жабысты қолымызға. Қазір де кішкене жабысады, бірақ та нормально. Достар, мінекей біздің слаймдарымыз, оларды арнайы баночкаларға әзірге салып қойдық. Екеуі 50 мл, және де 155 мл. Екеуінен сәтейік бірінші. Достар, еріп кеткен ба қайтып, жоқ. Күшті оқтыр, жұмсақ болып просто. Сондықтан айтқан болатынмын. Глянцевый, достар. Өте глянцевый. Айта кетейік. Енді қазір түс қосып, добавкалар қосатын боламыз. Достар, енді біз бұны красить етіп сөйтіп жасайық, добавкалар қосайық. Мен бұл слаймның атын Green Apple қалым келеді, және де мен ең бірінші оған жасыл краситель қосатын боламын. Достар, мен әзірге осылайша қостым. Енді қазір араластырамыз. Қатынап тұр. Өздеріңізді көріп тұрған шығарсыздар. Енді достар, мен осындай добавкалар қосамын. Бұлар жасыл түсті. Және бұларды да қосамыз. Жетеді, және де қазір араластыратын боламыз. Өте әдемі. Және де бұны қазір контейнеріне салып қоямыз. Достар, мен салып қойдым, және де осылай көрінеді. Кішкене деген осы ақтар төбесінде пузырькемен осы добавкалар шығады. Осы слаймның атын банана кейк деп қойық деп шештік. Және де бұл слаймды менде осындай идея болып тұр. Осы көрсетсем сіздерге. Мен бұның жартысын алып қоямын да, ақ слайм қыламын. Ал жартысын болса сары түске бояймын. Достар, сонымен мен сары түске боядым. Қазір енді араластыратын боламыз. Қарасаңыздар болады. Камераға кішкене басқаша көріну мүмкін, бірақ шын өмірде қарағанда өте әдемі. Достар, енді бұл слаймдарды бір-біріне қосатын боламыз. Домалатып қосайық. Вот, және де өйстіп кішкене
араластырамыз да саламыз. Түбесіне кішкене осылайша ақ слаймнан қойын деп шештім. Енді тағы да сары түс және кішкене қосатын боламыз. Достар, мінекей слайм дайын болды. Және де мен ойымша бұл өте әдемі болып шықты. Бұл слаймға біз добавкалар қоспаймыз, осылайша өзі қала берген әдемі болады деген ойдамыз. Достар, және де бізде осындай слаймды әдемілейтін боламыз. Мінекей. Соның ішінде блескалар бар. Бізде осы екі блескелі бар ішінде. Біз осы екі блескелді қостық, және де қазір осының түсін дейтін боламыз. Бірақ бұл қызыл болған жоқ. Мінекей. Сондықтан да қазір кішкене тағы да қосатын боламыз. Достар, мінекей біздің слаймымыз осындай түс болды. Мінекей камерада кішкене бүлдір болып көрініп тұрады. Және де бұны ерте контейнеріне салатын боламыз. Әзірге басқа контейнерге саламыз. Және де осындай плюске ертең себетін боламыз төбесіне. Және де достар, айта кетейік сіздерге, біз осы слаймды да 50 мл қылып екіге бөлетін боламыз. Және де дизайндарын да екі түрлі қыламыз. Сондықтан да біз ертең жасаймыз оның барлығын. Енді осы слаймды безендіреміз. Бұл слаймның аты Blue Sky болады. Осы жерін біз көк түске боямыз, аманағаны боямайтын боламыз. Мінекей достар, осылай салдым, әдемі болыптыр. Мінекей. Келесі слайм бізде Ice Cream деп аталатын болады. Бұл слайм бізде розовый түсті болғандықтан біз осылайша атап қойдық. Достар, көріп тұрғандарыңыздай мен бұл слаймды розовый түске араластырдым. Және де қазір мен бұның кішкене жартысын алып, қызылдау қылып қойын деп шештім. Және де екеуін араластырып контейнеріне саламыз. Достар, мінекей біздің жасаған слаймдарымыз. Егер де бұл видео ұнаса, бізге лайк қойыңыздар. Комментария жазып, арнамызға жазылып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Пока-пока.